соны жазып алып отыруға тырысыңыздар. Менің марафоныма қатысқан қыздарға бүгінгі сабақ енді жаңағыдай қайталау сабақ сияқты болуы мүмкін. Бірақ ертеңгі сабақ уже ешқандай эфирде өткізілмеген сабақ, ол қаржылық сауаттылыққа байланысты ертеңгі сабақ, иә. Бүгінгі сабақ қайталау сабағы сияқты болуы мүмкін. Дауыс тиді. Дауыс болса плюс қойып жіберсеңіздер. Күшті дейді, хорошо. Күшті дейді. Ораза қабыл болсын баршаңызға. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма айтатыным, ораза баршаңызға қабыл болсын, Алла ниетімізді қабыл етсін. Ораза қабыл болсын. Амин, амин. Бәрімізге де Алла қабыл етсін. Өзі осындай жылында бір келетін қасиетті ай ғой бұл. Сол айда барша дұға тілектеріміз қабыл болсын. Бақытгүл ханым кіріп жатыр, Марта кіріп жатыр, Гүлзат, Алмагүл, е? Алмагүл, сіздің өткенде маған неңізді қаратып едіңіз да? Хорошо. Ары қарай кеттік. Алмагүл, не жасаттыңыз да? Логотип. Алтынай дейді. Хорошо, жарайды. Баршаңызды бүгін көргенімнен қуаныштымын. 20 қызға толсын деп едік, 20 қызға толды. 25-ге келіп қалдық. Көп ұзатпай сабағымызды бастайық, иә. Баршаңыздың уақыттарыңызды алмайын, себебі ертең Алла берсе сәресіне тұру керек деген сияқты, иә. Жақсы, кеттік. Комментарийді өшіре тұрамын. Включить комментарий деме. Қайырлы кеш, тағы да бісміллә деп бастап кетейік. Менің парақшама жаңадан тіркеліп жатсаңыздар, мен өзім SMM эксперт мамамын, яғни 2018 жылдан бері осы SMM эксперт, SMM саласында білім алып келдім, бірақ осы шамалы 6 айдың ішінде ғана сабақ беріп жүрмін. Бұған дейін мен оны жаңағы сабақ беру үшін емес, біз блогты дамыту үшін, өзіміздің жеке блогты дамыту үшін, тракторшының махаббаты парақшасын дамыту үшін оқыдық десек те болады. Содан кейін ары қарай өзіміздің осындай жетістікке жеткен, қалай блог жасауға болады, қалай инстаграмнан ақша табуға болады. Кез келген дүниені оқыған кезде бірінші адамның өзінің жеткен жетістігіне қарау керек та. Ол шынымен де өзі блог жасады ма, блогерлікті. Олар шынымен де жаңағы инстаграмнан ол адам өзі табыс тауып жатыр ма деген сияқты. Сосын қазір өкінішке орай осындай бір тенденция болды. Бізге инфобизнес жаңадан Қазақстанға келген кезде, өткен мына бір жылдықта, бұлай мынандай жарнамалар көп болды да. Мен сізге инстаграмнан бір айда 5 миллионға дейін табыс табуды үйретемін, бір айда 10 миллион табыс табуды үйретемін, бүйтем деп сондай бір қатты айқайлаған ұрандар көп болды да. Соған адамдар көптеп қатысты да. Адамдардың сол жерде инфобизнеске деген, инстаграмға деген сенім өшіп қалды. Неге? Себебі миллиондап тапқандар да болды сол жолмен, бірақ өкінішке орай миллиондар таба алмағандар одан да көп болды да. Себебі миллион табу үшін тек қана бір тетікті білу жеткіліксіз. Адамның өзінің ойы да, мышлениесі де дайын болу керек, мысалы миллион табу үшін. Сондықтан да уже адамдарда ой пайда болды. Бұл дегеніміз, яғни инфобизнес, инстаграм дегеніміз табыс жоқ. Ол жай ғана адамдарды алдау деген сияқты ой пайда болды да осы жерден. Яғни себебі көп адам миллионда обещать етті, бірақ санаулы адамдар ғана тапты. Қалған адамдар сондай ойда болды. Яғни ойбай миллион табасын деп соншама курстарға, соншама бәрімізде қатыстық мысалда. Бірақ менің түсінгенім бастапқы кезде өзіңіздің табысыңыздан отталкиваться етіп
мақсат тұтып табысты ары қарай өзіңіздің ойыңызбен жұмыс істей отырып параллельно инстаграмнан табыс табуды бастайсыз. Ол любой бизнесте солай да, ол дәстүрлі бизнесте де солай, инфобизнесте де солай. Жарайды, мен бұл бойынша көп басты қатырмайын. Енді мен сіздерге бірден айтам, мен сіздерге миллион табыс не обещаю, миллион табыс болады. Сіз когда бірінші жоқ, сіз қазір өмірде миллион табыс тауып жүруіңіз мүмкін. Инстаграмнан миллион, 10 миллионда табыс табуға болады. Оған кәдімгідей дәлелдеп жатқан көп. Бірақ қазір сіз өз табысыңыздан отталкиваться етіп, мысалы, Инстаграмнан, таза Инстаграмнан бірінші 100 000 табуды мақсат етіп қойыңыз, Инстаграмнан. Мысалы, бір жүздіктің бір қасиеті, сіз 100 000 таптыңыз ба, мысалы, соның жолын сіз үйренсеңіз, сіз оны 10 есе жасап, яғни миллион табу ол қиын емес. Бірақ біз ең бірінші Инстаграмнан 100 000 табуды мақсат етіп қойайық. Менің мына сабағымда беретін дүниелерім сізге миллион таптырмаса да, но 100 000 табуға мүмкіндік беретіндей информация беруге тырысамын бүгінгі сабақта. Сондықтан да мұқият тыңдаңыздар, мүмкіндік болса жазып алып отырыңыздар. Мен бірнеше күнгі болатын сабақты бір сабаққа біріктіріп отырмын. Сондықтан да кеттік, бисмилля. Так, Инстаграмнан табыс табудың қыздар, бірнеше жолы бар. Ол әрине ең бірінші жол, ол блогерлік жол. Блогерлік жол, блогер болу арқылы ақша табу, Мысалы, біреулер айтады, сіз блогер болсаңыз, сіздің жаңағы табысыңызға бейдете, олар ойлайды, сіздің лайк саныңызға, статистикаңызға, просмотрыңызға ақша төлейді деп ойлайды. Инстаграмда ондай монетизация жоқ, қыздар. Инстаграмда просмотр, лайкқа ақша төленбейді. Ондай монетизация жоқ. Инстаграмда неге лайк сұрайды, неге просмотрға қарайды, неге контентті күшті қылып түсіреді. Кімнің просмотры көп болады, кімнің лайкі көп болады, кімнің оқырманы көп. Яғни, соответственно, оның рекламасы да дороже болады. Яғни, оның жарнамасы қымбаттай береді. Мысалы, блогерлердің арасында, мысалы, жай ғана бір сторисі миллион тұратын блогерлер бар. Жай ғана бір стористік 24 сағаттық жаңағы сторисіне жарнама салу 1 миллион тұрады, немесе одан да қымбат тұратын блогерлер бар. Сонымен қатар, мысалы, ең аз дегенде, мысалы, 5 000-дан бастап бір стористі, миллионға дейінгі уақытта саталады блогерлер. Міне, ең бірінші блогерліктің табысы бұл жарнама. Жарнама, осы амбассадор болуда осы жарнамаға кіреді, яғни белгілі бір компаниялармен үнемі жұмыс жасауға, сол компанияның лицосы болуға не істейді, жаңағы договорға отырады, сол компаниялармен жұмыс жасайды. Сонымен блогерлер гейф ұйымдастыру арқылы ақша табады. Көп түсінбейді. Мысалы, блогерлер өздерінің парақшасында сыйлықтар таратып жатады. Менің 100 досыма тіркелде, мысалы, менен 500 000 ұтып ал, 100 000 ұтып ал деп, мысалы, ойлау мүмкін, ол қаяқтың 100 000-ы, қаяқтың 500 000-ы деп, гифтің мынадай. Мысалы, мен блогер болсам, мен сізге 5 000 оқырман уәде беремді, сізде 10 000 теңге аламын. Сол сияқты 10 000 теңгеден мен не істеймін, 100 спонсор жинаймын да, 100 спонсор жинап, миллион теңге ақша табамын. Сол миллионның 500 000 өзіме қалдырамын да, 500 000-ын мен оқырмандарыма таратамын. Яғни, честно, оқырмандарыма таратып берем. Ол не үшін таратып берем? Яғни, жаңағы адамдардан 10 000 теңгеден жинап алдым ғой. Сол адамдар менің друзья бөлімінде тұрады. Сол адамдарға барып тіркеліңіз деп шарт қоямын, Яғни, менің оқырмандарым сол ақша үшін, призовой фонд үшін, сол оқырмандарыма не істейді? Тіркеледі. Яғни, блогерлер басқа бастап келе жатқан блогерлерге, жаңағы инста-магазиндерге, бизнес парақшаларға не істейді? Оқырман жинауға көмектеседі. Бұны біз не деп атаймыз? Гифт деп атаймыз, Жаңағы, соответственно, олар спонсор болады. Блогер сол гифті ұйымдастырушы, өткізуші болады. Міне, бұл да блогердің негізгі табыстарының бірі. Және блогерлікте аудитория болғандықтан, қыздар, блогер болған кезде сіз желілік бизнеспен де, инфобизнеспен де спокойно айналыса аласыз. Ол деген сөз, яғни
Вообще ақша қай жерде жүреді? Ақша бізге кімдерден келеді? Ол ақша бізге адамдардан келеді, иә? Адамдардан келеді. Біз сатамыз, немесе адамдарға қызмет көрсетеміз, сол кезде бізге ақша келеді. Яғни сіздің блогыңызда чем больше адам болады, тем больше, соответственно, сізде и бизнестің де охваты болады, и жаңағы сетевойда да любой жерде де сіз егер охватыңыз күшті болатын болса, сізде соответственно табыс таба аласыз. Енді жарайды, ең бірінші мен табыс туралы айттым, иә? Енді блогерлікті қалай қайтып бастауға болады, оқырманды қалай жинауға болады, блогерлік нишаны қалай табуға болады, осы туралы тез қысқаша айтып кетемін. Мысалы, блогерлік дегеніміз кімдер, блогер дегеніміз қандай, иә? Мен негізгі бірінші қағидасын айтам, бұл айтам, ұялмаған блогер болады деймін. Біреулер айтады, ең бірінші блогер болуға ең бірінші кедергі деп менің жекеме жазған кезде ең бірінші кедергі айтады, ұялам дейді. Ұялам, пәлен не дейді, түген не дейді, тумам былай айтады, құрбы құрдас достарым, мен инстаграмға ше сөйлей алмаймын деп ойлайды, иә? Бірақ мына нәрсені түсінуіміз керек та, адамдар естеріңізде болсын, бедейді, анау не ойлап қалады, мынау не ойлап қалады дейді. Адамдар біз туралы ойламайды. Соны есіңізге сақтап алыңыз. Адамдар сіз туралы, сен туралы вообще ештеңе ойламайды. Адамдардың сен туралы ойлап жүруге уақыты жоқ. Осыны бір нәрсені кәдімгідей қағазға нән қылып жазып қою керек. Өмір сенікі. Адамдар сен туралы 24 сағат бойы. Мысалы, өзіңді ойлашы, сен қаншама жерден бір туысың болса да, я, бауырың болса да, сен адам туралы 24 сағат бойы ойлап жүре аласың ба? Жоқ, я? Сенің өзіңнің өмірің бар, тіршілігің бар, бала шағаң бар, күйеуің бар, я? Есіңе түсіп кеткенде ойлап қоясың, ой, сол аман жүрмекен, қалай екен деп, я? Мысалы, бауырыңыздың өзін солай ойлап қоясыздар, я? Бір енді, конечно, бір жағдайларға байланысты бір ойлап жүруіңіз мүмкін, бірақ енді бір сондай себебі біз пендеміз, себебі адамдар басқа адамдар туралы 24 сағат бойы ойлап жүруі мүмкін емес. Сондықтан да сіз басқаларға көңіл бөлуді, басқалардан өміріңізді ажыратып алыңыз. Өзіңіздің рөліңізді мықты үлкейтіп, жұрт мен туралы не дейді деп ойламаңыз. Жұрт сіз туралы ештеңе де демейді. Жұрт сіз туралы ештеңе ойлауға да уақыттары жоқ. Может, сізді бір көріп қалған кезде мимолетно бір 10-15 минутқа сіз туралы бірдеңе айта салуы мүмкін. Мысалы, сіз 24 сағат бойы мені Гүлнұр Базарбайды ойлап жүре алмайсыз ғой, өткенде ол сөйтіп айтып еді деп, я? Немесе тракторшы махаббат. Бір айтасыз да қоясыз, болды, ұмытып кетесіз, ары қарай өзіңіздің өміріңізді өмір сүріп жүре бересіз. Сол сияқты осы қағиданы есіңізде сақтаңыз. Өмір сіздікі. Кез келген істі бастаған кезде тек жауапкершілік сізде ғана. Кеттік ары қарай. Яғни ұят мәселесі, я? Сосын екіншіден ұялатындай сіз соншама не қандай блог жүргізесіз енді, мысалы, енді ұялатындай ештеңе жасамайтын шығарсыз. Сіз енді бір пайдалы болмасаңыз, әйтеуір ешкімге зияныңыз тимейді ғой. Сізді қарау ақылы емес. Сіз білмеймін енді. Сондықтан да былай, ең бірінші енді былай ойлауымыз мүмкін, я? Енді мен не айтам? Ладно, мен ұятымды жеңдім дейік, бәрін сырып қойдым дейік, сонда мен аудиторияға не айтам деген мәселе туады, я? Былай ойлайды, бедейді, менің өмірім қыздар маған жасады, менің өмірім дым қызық емес дейді. Менің өмірім дым қызық емес, мен кәдімгідей қарапайым кішкентай үйде тұрамын, мен біреу айтады, менің өмірім дым қызық емес, мен ауылда тұрамын, мен дым қызық емес, мен қалада тұрамын дейді. Оның бәрі сылтау қыздар. Ауылда тұрып қаншама блог жүргізіп жүрген қаншама қыздарымыз бар, е? Мысалы, мен тракторшының махаббатын айтпағанның өзінде Айдана Ыбырай бар, Аяу келін бар, қаншама келін қыздар, мысалы, миллиондық блогтар уже жүргізіп жүр, Қазақстанға танымал болып, е? Сонымен қатар, тағы бір, мысалы, мәселе қалада тұрам дейді. Қалада тұрсаңыз, тем более, сіз мысалы бір бөлмелі үйде тұрам дейді. Сіз тек қана үйіңізді емес, сіз енді далаға шығасыз, сіз қаланы көрсеттіңіз, даланы көрсеттіңіз. Даже
бір бөлмедегі өмірдің өзі қызықты. Сізге күйбең тіршілік қызық емес болып көрінуі мүмкін сіздің өміріңіз, таңертең тұрдыңыз, жұмысқа бардыңыз, келдіңіз, бала шағаңызбен ойнадыңыз, жүрдіңіз, оның бәрі сізге қызық болмауы мүмкін, бірақ кәдімгі қарапайым өмір адамдарға қызық болуы мүмкін, басқаларға қызық болуы мүмкін да. Сондықтан да өзіңіздің өміріңізді бағалаңыз, өзіңіздің мүмкіндігіңізді бағалаңыз, шектемеңіз. Шектеу біздің миымызда. Мысалы, біз өзіміздің даже күнделікті сондай бір жақсы бір қасиеттеріміз бар екенін өзіміз де байқамайды екенбіз да. Мысалы, мен Айнұр сияқты қаншама ауылдың келіншектерін білемін. 10 сиыр сауат, түйе сауат, жылқы сауат да, мысалы. Ата-енесін бағады, бала шағасы бар, жұмысы бар деген сияқты. Сол Айнұрдың тіршілігін істеп жүрген қыздар бар да. Бірақ ерекшелік неде? Біреу өзінің өмірінен бренд жасап көрсете алады, біреу көрсете алмайды. Біреулер ойлайды, Инстаграмда жүргізу үшін қырғын уақыт керек екен, өмір бойы Инстаграмда отыру керек екен. Жоқ, қыздар, уақыт керек емес. Тек просто өзіңіздің қарапайым тіршілігіңізді жасап аттыңыз. Бір стористің уақыты 15 секунд, қыздар. 15 секунд. Сіз бір, мысалы, май шайқайын деп жатып, 30 секунд өміріңізді, уақытыңызды қиып, сол процесті түсіріп алсаңыз, уже қызықты. Сиыр сауатсыз ба, 30 секунд уақытыңызды бөліп түсіріп алыңыз. Енді мейлі сіз қалада тұрасыз ба, бір өзіңіздің ерекше тамақ пісіретін боларсыз, бір енді әйел адамның бір ерекшелігі болмауы, немесе ер адамның бір өмірінің ерекшелігі болмауы мүлде мүмкін емес. Жай ғана сіз көңіл күй сыйлаңыз адамдарға, жай ғана сіз эмоция сыйлаңыз. Соның өзі, мен мысалы өз басым күнделікті сиыр сауып, май шайқап, сіздердің алдарыңызда торт пісіріп жатқан жоқпын ғой. Ешқайсы менің қолымнан келмейді да. Енді келеді ғой, бірақ такой енді мен мастер, супер-пупер нәрсе емеспін. Мен жалпы жай қарапайым келіншекпін. Бірақ енді былай қарағанда қарапайым өмір ғой, қарапайым өмірді әдемілеп, упаковкалеп көрсетіңіз. Өзіңіздің ерекшелігіңізді көрсетіңіз. Мен көбіне өзімнің алған біліммен бөлсем. Менің де минустерім жетеді. Менің де қолымнан келмейтін іс жетеді. Бірақ бір плюс жеріңіз болады ғой. Өзіңіз ойланыңыз, сіздің қолыңыздан не істеу келеді? Тапсырма, нишаңызды табу үшін қазір өзіңіздің қолыңыздан келетін, өзіңізге ұнайтын 10 дүниені жазасыз. Қазір түртіп жазып алыңыздар, 10 дүниені жазасыз. Ол мысалы тоқма тоғу, тамақ жасау, пирог пісіру, бауырсақ пісіру, ән айту, өлең оқу, поэзия оқу, не знаю, күшті сабақ беру, мысалы да. Сол сияқты қырғын дүниелерді 10 нәрсені жазып алыңыз. Ондан көп болса тіптен жақсы. Просто әңгіме айту шығар. Может, сториске шығарсыз. Просто әңгіме айтатын шығарсыз. Күшті, Мысалы, подружкаларыңызбен әңгіме айтқан жақсы көресіздер ма? Сөйлеген жақсы көретін шығарсыздар. Мүмкін бір кішкене актрисалық бір неңіз бар шығар да. Бәрін жазыңыз, ұялмай, кәдімгідей шығарып жазыңыз. Және солардың қалай сізге ақша әкелуі мүмкін екенін қасына да жазып қойыңыз, мысалы да. Мысалы, мен күшті тамақ пісіремін, мен түк өзімнің ерекше палау пісіру рецептім бар, самса жасау рецептім бар, соның бәрін күшті қылып түсірсем, мысалы мастер-класс өткізе аламын, ол маған ақша әкелуі мүмкін ба? Ақша әкелуі мүмкін. Или болмаса мен оны тегін беремін, зато мен оқырмандарды көп қылып жинап аламын, және мен жарнама жасап блогерлік жолға астынан жаңағы жолды таңдаймын деген сияқты. Есіңізде болсын, біреулер айтады да, оқырманды қалай көп жинау керек дейді да, оқырманды көп қалай жинау керек дейді. Мысалы, сіздер маған 42 адам менің эфиріме не үшін келдіңіздер, Яғни сіз менің қазіргі беретін ақпаратым пайдалы болған үшін келдіңіздер. Яғни бірдеңе үйренейін деп білім алдық деп пайдалы болған үшін келдіңіздер, Мысалы, осы эфирде отырсыздар. Сондықтан да не істеуіміз керек? Оқырманды көп жинауымыз үшін біздер ақшаны ойламау керек, ең бірінші очередте, яғни пайдалы болу ойлау керек. Қаншама сіз оқырмандарға, адамдарға пайдалы болсаңыз, соншама тиімді. Так, неге түсіп кеттік? Даусым өшіп қалған жоқ па? Кері байланыс жасап қойсаңыздар, түсінікті болып жатыр ма, плюс минусын қойып тастасаңыздар. Дауыс естіліп тұр ма, плюс минус қойып жүрсеңіздер, қалай болып жатыр деген сияқты. Түсінікті болып жатыр ма, тез сөйлеп кетіп жатқан жоқпын ба? Мен негізі табиғатымнан тез сөйлейтін адамын. Шығып жатыр, рахмет.
Жақсы. Хорошо. Өте керемет. Рахмет. Енді пайдалы болуды ойлаңыздар. Сіз аудиторияға не бере аласыз? Біреулер мысалы жақсы. Сақтаймын. Әсел. Рахмет, жаным Әсел, қалайсың? Инстаграм жүргізуді үйретесіз бе? Үйретіп жатырмын ғой, жаным-ау. Сөйлеп білуде өнер дейді. Рахмет. Дұрыс айтасыз, сөйлеп білуде өнер. Сайын саламатсыз ба, Гүлнұр ханым дейді. Все, қыздар, комментарийді өшіріп қояйын, себебі қазір ойым бөлініп кетеді. Себебі мен максимум сіздерге информация бергім келіп тұр. Қыздар, элементарно қазір тегін алдық дейсіздер да, сіздер осы нишаны табуды да жасамайсыздар ғой, пожалуйста, жасаңыздаршы. 10 ерінбей жазыңыздар, мен аудиторияма не бере аламын. Может, сіз бала тәрбиесімен күшті айналысатын шығарсыз, может, мен сияқты бір кітап оқығанды жақсы көретін шығарсыз, может, бір ақша тақырыбын бірдеңе зерттеп айтқан шығарсыз да, может, бір өзіңіздің жақсы педагог шығарсыз, бала тәрбиесі, тағы не бар, мысалы, тамақты күшті істейтін шығарсыз, банканы жақсы жабатын шығарсыз деп айтамын ғой мен. Мысалы, себебі мен көрдім, бір қыз, мысалы, банкі жабудан да, кәдімгі неше түрлі банкі жабудан да күшті бизнес жасап, мысалы, 3 миллионға дейін көтеріп отқан қыздар бар да. Мен сияқты, мысалы, банк жаба алмайтын қыздарға банк жауып береді, және банк жаба алатын қыздарға түрлі рецепттер сатады. Осылай да, мысалы, пысық қыздар контент жасап жатыр да. Даже үй жинау арқылы да бизнес жасайды да қыздар. Мықты үй жинайсыздар ма, 5 келіншектің басын қосып клининговый компания ашыңыз. Мысалы, клининговый жарнамалап, несін жүргізіп, инстаграмын, күнделікті тазалаған үйлеріңізді рекламасын салып, міне осылай күшті қылып, супер үйіңізді жарқыратып, жинаймыз, жуамыз, осылай бізге сенуге болады деп, осындай мысалы клининговый компания ашып, ешқандай вложение керек емес қой, қыздар. Просто жаңағы кішкене инстаграмды біліп, хабарландыруды біліп, видеоға түсіріп, әдемілеп, реттеп, осылай реклама жасап, таргет жіберіп, мысалы, Ақтөбеде тұратын болсаңыз, Ақтөбеде 5 келіншек қосылып, 4 келіншек қосылып, жұмыс жасасаңыздар. Күшті емес па? Өздеріңізге де, мысалы, қазір көп адамдардың жұмыстан қолдары тимейді. Сондай жағдайда жаңағы үй шаруашылығына көмектесуге енді ең ақыр аяғы үй жинау қолыңыздан келетін шығар. Любой келіншек әйтеуір үйде отырса, хотя бы үй жинауды қатырады ғой, біздің қазақтың қыздары. Бауырсақ пісіруді қатырады, любой бизнестен, любой өзіңіздің жақсы көретін ісіңізден, қыздар, жаныңызды беріп жасасаңыз, ақша табуға болады да. Даже өсек айтудан да жаңағы плюс жасауға болады. Өсек айту деген не ол? Мысалы, күшті әңгіме айту, сториске шығып, сол әңгімеңізді неше түрлі қылып, күшті қылып түсіріп айтатын болсаңыз, ол да уже сізге бір блог жүргізуге мүмкіндік та. Любой өзіңіздің минусыңыздан плюс жасауға болады. Біреулер айтады, мен жаңағы арықтаған кезде бастаймын, біреу айтады, мен толықтаған кезде бастаймын дейді. Біреу енді әркім өзін қабылдай алмайды. Менің түрім онша емес, менің тілім онша емес, сөзім онша емес депші. Өзіңізді қабылдаңыз. Өзіңізді қабылдаған кезде сізді бәрі қабылдайды. Аудитория да қабылдайды, достарыңыз да, тумаларыңыз, отбасыңыз да қабылдайды. Бастысы сіз өзіңізді қабылдаңыз. Мысалы, қаншама топ-томпақ әп-әдемі блогерлер бар. Қаншама томпиған, өздерінің кемістік деп ойламаймын, мен керісінше олардың артықшылығы да сондай. Қаншама, енді білмеймін, енді әркім өзіне байланысты. Сондықтан да өзіңізді қабылдаңыз. Өзіңізді шығарғыңыз келсе, блог болып жүргізгіңіз келсе, өзіңізді қабылдаңыз. Сонда сізді айналаңызда қабылдайды. Сөйлеуге ұялмаңыз, сөйлеуді үйреніңіз. Мен ойлаймын, барлық нәрсені үйренуге болады. Мысалы, біз дүниеге келген кезде, қыздар, біреулер айтады, қой, мен осы инстаграмды білмеймін, үйрене алмаймын дейді. Қалай үйрене алмайсыз? Сіз 6 жасыңызда мектепке бардыңыз. 5 жасыңыз, 6 жасыңыз, қолыңызға қалам ұстап білген жоқсыз, мүлде әріп танып білген жоқсыз. Бірақ сіз сол нәрсені үйрендіңіз ғой, Яғни сіз үйрену қабілетіңіз бар ғой, Аллаға шүкір. Мектепте үйрендіңіз ғой бірдеңені.
жазып сызуды біз толғаннан біліп туған жоқпыз. Осы жерде тұрған барлық қыз жазып сызуды Аллаға шүкір біледі. Яғни сіздің үйрену қабілетіңіз ояу деген сөз. Сіз өзіңіз қалаған нәрсені қазір үйренуге мүмкіндігіңіз бар да. Сөйлеп үйренем дейсіз ба? Шешендік өнері топтыр. Ютубта топтыр. Ораторский мастерство, шешендік өнері, қалай дұрыс сөйлеу, қалай экранға сөйлеу. Неше түрлі материал топтыр. Алыңыз да үйреніңіз. Бесплатные бар, платные бар, топтыр. Сіз тамақ істеп үйреніңіз. Ешқашан үйрену кеш емес. Даже ақша табуға да, бай болуға да, ақшаны үнемдеп жұмсауға да үйренуге болады. Любой нәрсені үйреніп жасауға болады. Сондықтан да мен Инстаграмды білмеймін дейді. Өздері менің прямой эфирімді қарап отырады да. Сен каким-то образом сол телефонды түртіп менің прямойыма келіп өтсің ғой. Значит, сен де осындай прямой эфирді өткізуге мүмкіндігің бар. Просто сен өзіңді шектеп тастағансың ғой. Біз өзімізге блокты өзіміз қойып тастаймыз. Мен қолымнан келмейді, мен үйрене алмаймын, мен сөйлей алмаймын, мен ұялам деген сияқты өзіміз миымыз бізге неше түрлі сылтауды ойлап тауып берген ғой. Біз сондықтан да қыздар бәрін ысырып қоямыз, өзіміздің нишамызды іздейміз. Инстаграмда Құдайға шүкір пайдалану, тұтыну тегін. Сіз қазір осы Инстаграмға бола емес, енді жалпы ай сайын қаншама мегабайт, гигабайтқа ақша салып жатсыз. Үйіңізге интернетке ақша төлеп жатсыз. Жалпы бір үйден мысалы 10 мың теңге айына явно кетіп отыр ғой осы интернет үшін. 10 мың теңге де минимум деп айтайыншы. Мысалы менің тарифім бар, ұлымның тарифі бар, біз ай сайын ақша саламыз. Еще үйдің интернеті бар, мысалы. Просто так ақша салып отырсыз. Инстаграмды тұтыну, пайдалану ол тегін. Сторис түсіргеніңіз үшін сіз ақша төлемейсіз Инстаграмға. Болды, сол мегабайтыңыз бар ма, интернетіңіз бар ма? Мысалы, мен қазір біреудің инста парақшасын қарауға мен мүлде уақытым жоқ. Кей кезде біреулер айтып жатады маған, ана блогер, мына блогер деп. Мен айтам, сіз мен Инстаграмды жүргізетін болғанға ойламаңыз. Мен Инстаграмды көп қарамаймын. Себебі менің Инстаграмды қарауға көп уақытым жоқ. Мен өзімнің парақшамды дамытумен әлекпін да, өзімнің білім алуымен, ары қарай соны дамытуымен, тек мен эксперттік парақшалар болса қарау мүмкін, қандай жаңалық болып жатыр екен Инстаграмда деген сияқты, қандай бір новинкілер шығып жатыр, соны білу үшін. Негізінде мен босқа біреудің тойын қарап, біреудің бойын қарап отыруға мүлде уақыт жоқ. Депрессияға түсіп, біреу Дубайда жүр екен, біреу Турцияда жүр екен деп. Себебі бұл былай ғой, мысалы сіз қазір біреудің парақшасын қарап отырсаңыз, өзіңіздің өміріңізді сүрмей, біреудің парақшасын, біреудің өмірін қызықтап жүргенмен бірдейсіз сіз қазір. Инстаграм ол үлкен базар. Бұл жерде мүмкіндіктер өте көп. Сіз өз бизнесіңізді ашыңыз, өз парақшаңызды дұрыстаңыз. Мен айтпаймын қазір шығып алып миллионер болып кетіңіз деп. Но сіз сол кішкентай аудиторияңыз, сізде 300 адам ба? Сол 300 адамыңызды дұрыс пайдаланыңыз. Сізде 3000 адам ба, 3000 адамыңызды дұрыс пайдаланыңыз. Ол адамнан да сіз бизнесіңізге, өзіңізге плюс әкеле аласыз. Инфобизнесте, мысалы, даже сіздің сторисіңізде 200-300 адам қарайтын болса да, инфобизнесте алғашқы 100 мың теңгені табып алудың мүмкіндігі бар. Оны ары қарай қазір мен түсіндіру барысында айтатын боламын. Енді блогер болудың бір ерекшелігі, блогер болудың да неше түрі бар. Мысалы, лайф блогер ол өмірін көрсетеді, бүкіл бүге шүгесін таңертең тұрғаннан бастап, түсін жуғаннан бастап, ұйықтағанға дейінгі өмірін, күйеуін, жылағанын, күлгенін, әсіресе эмоция. Адам, біз любой нәрсені сатып алған кезде, қыздар, естеріңізде болсын, біз иногда 80% эмоция сатып аламыз ғой. Тауарды сатып алғанда да, киімді сатып алғанда да. Мысалы, бір 2 бутикке кіріңізші, бір бутикке кіріп қалдыңыз, сізге безразлично қарап тұр да, былай. 100 мың, 40 мың деп ценасын айтып тұр сізге. Сіз қаншама жақсы киім болса да, енді бір қатты бір ұнап қалмаса, енді үндемей шығып кетесіз. Келесі бутикке кірдіңіз, вау, қош келдіңіз, отырыңыз, шай ішесіз ба? Қанша тұрады, 300 мың, бұл деген күшті жарасады, киіп көріңізші, ананың размері бар, мынандай размері бар, мынандай түсі бар деп тұрса, сіз, яғни эмоцияға біз не істейміз? Жақынбыз. Яғни біз уже киіп көруге ыңғайланамыз, Біз нені алып тұрмыз? Тауарды емес, эмоцияны алып тұрмыз.
Бізде блогерлерде де сондай. Мысалы кей кезде бір блогерлер инстаграмға шығып алып жылап атады, біреулер күліп атады, біреулер ренжіп атады. Ол не үшін? Ол да кей кезде контент үшін. Біз жылап атқан кезде жұбатқанды жақсы көреміз ғой жалпы қазақтар. Аяғанды, қазақтар емес, жалпы адам баласы сондаймыз. Мысалы бір уайымдап тұрса, қайғырып тұрса, жұбатқанды жақсы көреміз, қайғысын бөліскенді жақсы көреміз, ортақтасқанды жақсы көреміз. Қуанып жатса, соған бір мәз боламыз, өзіміз қуанған сияқты, реакция жіберіп, жаңа ойбай деп өзіміз бөпе босанғандай қуанып жатамыз, міне, яғни бізді немен сатып алады? Эмоциямен сатып алады. Блог жүргіздіңіз ба, эмоцияңызды аямаңыз. Соны үйреніңіз, яғни жұртпен бөлісіп үйреніңіз, қуанышыңызды да, ренішіңізді да, сонда сіздер оқырмандарыңызға жақындайсыз. Сіздер 300 оқырманыңыз болса да, 3000 оқырманыңыз болса да, 300 000 оқырманыңыз болса да, сіз блогерсіз. Себебі сіздің уже инстаграм парақшаңыз, блогыңыз бар деген сөз. Енді блогер болудың қыр-сырын бір сабаққа түсіндіріп айтудың мүмкіндігі жоқ, бірақ енді негізгі правилалар осылай. Ұялмаған әнші болады дейді. Ұялмаңыз бастысы. Түсіріп көріңіз, түсіру тегін, инстаграмның тегін мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. Енді блогер болып жүргендер негізі сізден артық еш жері жоқ, просто жаңа ұялмаған әнші болады деп өзінің блогын ұялмай бастап кеткен қыз-келіншектер, жігіттер қазір күшті блогтерін жүргізіп жүр. Яғни бастысы бастап кету, жасау, еңбектену, үлкен еңбекті қажет етеді. Үлкен еңбекті, энергияны қажет етеді. Біреудің даже сөзін көтеру, біреу айту мүмкін, басың бұқадай, көзің қисық, аяғың қисық, маған не дейді, біреулер тез сөйлейсің, біреу айқайламаш деп жазып жатады, біреулер жаңағыдай бірдеме деп неше түрін жазады енді бізге де, бірақ күліп қойып жүре бересің. Ұнамай ма, пожалуйста, деген сияқты. Міне, дальше кеттік. Енді блогер болдық дейке, мысалы осын жеңдік, өзіміз жаза бастадық, видео контент, оқырмандарды жинап алудың неше түрлі жолы бар. Бірінші кезде, мысалы, мен айтар едім, бір 2000 оқырманға дейін өз еңбегіңізбен жинаңыз. Ол қалай өз еңбегіңізбен, интересныйға шоуға тұрсыңыз, лайк таймдарға қатысыңыз, және өзіңіздің жаңағы бүкіл тума-туыстарыңызды жинаңыз, теплый кругты жинаңыз. Енді тума-туыстан ұялады бізде көбісі. Тума-туыстан бұрын жаңағыдай өзіңіздің ауданыңыздың көп адамын жинаңыз. Оны қайдан табасыз? Ол көбіне сіздің ауылыңыз, сіздің ауданыңыздағы, сіздің балаңыз оқитын мектептің инстаграмы, сіздің ауданыңыздың әкімдігінің инстаграмы. Сол инстаграмдағы оқырмандарды өзіңізге тартыңыз. Олардың парақшасына кіріп лайк қою арқылы, комментарий жазу арқылы өзіңізге шақырыңыз. Бұл кішкентай оқырман алып келеді сізге, аз оқырман алып келеді. Сіз мысалы 100 адамға лайк қойсаңыз, сіздің 20 адам сізге жазылуы мүмкін, бірақ бұл оқырмандар, сізді таңдап келген оқырмандар, бұл сіздің туған оқырмандарыңыз болады. Себебі сіз 2000 шамалы активный туған оқырмандарыңызды бірінші жинап алмасаңыз, гифке бірден кірген кезде сіз потеряетесь. Неге екенін қазір айтам. Ой, гифтен живой келмейді деп сосын ренжитінді содан. Мысалы, бірінші солай жинаңыз. Екіншіден, сіз өзіңіздің подружкаларыңыздың рекламасын алыңыз. Блогерлердің рекламасы ақылы ғой, ақысыз кәдімгі достарыңыздың белгілеуін сұраңыз. Сізді белгілеп салсын, күшті тамақтар пісіреді деп, Ол подружкаңызда кем дегенде бір 100 адам қарайды ғой. 100 адамның 10 адам сізге тіркелуі мүмкін. Жарнамамен келген оқырман сіздің туған оқырманыңыз болып саналады. Кішкене 2000 оқырманға дейін еңбектендіңіз бе, 2000 оқырманыңыз активный болған кезде, қыздар, 2000 оқырманыңыздан сіз сол кезде сіз жайлап мини-гифтерге қатысыңыз. Мини-гифке қатысқан. Неге мини-гифке қатысу керек? Себебі үлкен 50 000-ның, 100 000-ның гифтеріне үлкен блогерлер қатысады. Яғни аудиториясы 1 000 000, 500 000 қатысатын барлық блогерлер гифке қатысады. Қатысқан кезде олардың аудиториясы охваты үлкен, жаңа барлығына тіркеліп отырған оқырман оның аудиториясын көреді, сіздің аудиторияңызды көрмей қалады, сіздің охватыңыз кішкентай. Сондықтан да сіз бастапқы кезде кішкентай ғана гифтерден бастайсыз.
Гифсіз, енді біреулер айтады гифтен не, гифсіз үлкен аудитория жинау енді ол мүмкін емес. Таргет жарнамасын міндетті түрде пайдаланыңыз. Өзіңіздің ең пайдалы, ең ақуатты көп жинаған постыңызды, видеоңызды продвигать етуге болады. Яғни таргетке салуға болады. Таргетті бұл оқып алуға да болады, немесе ақыл түрде қызметін алып жасауға да болады. Бастапқы кезде кәдімгідей блогқа көңіл бөліп жүргізіңіз. Бірақ нәтижесі керемет қой, қыздар, осыдан ерінбей сақтап жинайтын болсаңыз. Біздер де осылай бастадық. Содан кейін 3000 теңгенің, 5000 теңгенің гифтеріне қатысып, сондай кішкентай оқырмандар жинай бастадық. 5000, 3000 деген сияқты Айнұр ханыммен бастаған кезде. Одан кейін енді жайлап аудитория қосылып, интересныйға шығуға тырыстық, жақсы әдемі посттары, ерекше фото салуға тырыстық, оның бәрі үлкен еңбек. Кәдімгідей жоспарлаңыз. Бүгін мен өзімді таныстырамын аудиторияма, ертең бір қызықты, мысалы, мантының рецептін саламын, 3-ші күні жаңағы ене туралы пост жазамын, 4-ші күні атам туралы пост жазамын, 5-ші күні келіннің өмірі туралы жазамын. Немесе сізде мұғалім болсаңыз, мысалы, балалар туралы жазамын, ата-аналар туралы жазамын, бір ерекше ата-аналардың настроениесі туралы, көңіл-күй туралы жазамын. Яғни қызықты ерекше посттар жазудың өзіңізге план жасаңыз. Жоспар бір жетіге, бірінші күні мынаны жазамын, мына суретті қоямын, екінші күні мына суретке де түскен кезде прям кәдімгідей суретке түсуге мән беріңіз. Любой жерге барған кезде ыңғайлы әдемі фотоға түсіп алуға тырысыңыз. Бастапқы кезде енді сондай, егер мүмкіндігіңіз болса, вообще фотосессия жасаңыз. Фотосессия сіздің ол зиян болмайды. Фотосессия дегеніміз, мысалы, әрбір өзіміздің жасымыз қайталанбаншы жас қой. Мен мысалы қазір 35-темін, мен 35-те болмаймын ендігі жыл 36-та боламын. Мысалы, әрқайсыңыз, әрбір әйел егер бір жылда бір рет фотосессия өзі үшін жасап тұратын болса, бұл керемет нәрсе, керемет естелік. Өзіңізге көңіл бөліп, макияж жасатып, киімдерді жаңағы алып, өзіңіздің нелеріңіздің енді сатып алмасаңыз, сұрап алыңыз, тауып алыңыз, Екіншіден, мысалы, прическа жасатып, әрбір әйел лайықты. Хотя бы жылына бір рет жасаңыз. Мейлі, мысалы, не обязательно же блогқа, но блогқа енді тіпті керемет, себебі бұл сіздің альбомыңыз сияқты, инстаграмыңыз альбомыңыз сияқты болып қалады ғой ертең. Бұрында біз альбомды әрлеуші едік қой, суретке түсу үшін, мысалы, папа мамаларымыз бізді киіндіріп, бір бантик тағып, фотосалонға арнайы алып баратынды. Қазір ешкім фотосалонға бармайды, әркімнің тойында түскен суретті салып жүрміз, мысалы, да. Неге өзімізге бір көңіл бөліп, отбасымызбен бір фотосессия жасамасқа, бала шағамызбен, неге өзімізбен де жасаңыз. Егер мүмкіндік болса, мына лишний бір көйлек алғанның орнына бар көйлегіңізбен әдемілеп фотосессия жасаңыз. Қазір фотосалондарда киімдерді де береді, мысалы, да, киіп түсетін киімдерді береді. Ол әрбір өзіңіздің қайталанбас өміріңіздің бір жақсы сәттері. Өзіңізді жаңа бір қырынан көру, тек қана тойға бола емес, өзіңізге арнайы көңіл бөліп, макияж жасатып, бала шағаңызбен фотосессия ұйымдастыру, ол сіздің отбасылық бір кішкене өміріңізге де бояу алып келеді. Сондықтан да фотосессия жасатыңыз. Фотосессия жасату контент үшін өте маңызды. Так, оқырмандар жаңадан сізді қабылдай бастайды. Вау, даже айналаңызда, Гүлнұр фотосессия жасаған көрін ба деп, тума-туыстарыңызда жаңадан бастап сізді серьезно қабылдай бастайды. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Кеттік ары қарай. Енді оқырманды жинаудың бірнеше жолы бар. Ең қарапайым жолы өзіңіз әрбірін бір-бірлеп жинайсыз дедім. 2000 кейіннен гиф арқылы жинаңыз, таргет арқылы жинаңыз, осындай жолдарды пайдаланыңыздар. Ары қарай кеттік. Енді мен вообще блогер бола алмаймын, мен вообще блогерлікке мен мүлде жоқпын деген адамдарға арналған тағы бір жолы, ол SMM деп аталады, қыздар. Мен, мысалы, блогер емеспін деп ойлаймын, мен өзімді SMM экспертпін деп есептеймін. Себебі менің блогымда көп менің өмірімнен көрі
қыздар менің SMM туралы, ақша туралы мәлімет көбірек, иә. Себебі қазір шамалы ақшаны зерттеп жүрмін, шамалы емес, кәдімгідей білім алып жатырмын. Қазір Сайтмұрат Давлатовтың өте жақсы бағадағы бір күшті білім алып жатырмын. Иншалла, оны мен ертең бөлісемін сіздерге. Ол кәдімгі қаржылық сауаттылыққа, ақшаға байланысты. Енді SMM деген кім? Мысалы, все, мен блогер бола алмаймын, бірақ мен телефонды, инстаграмды білемін. Мен не істеймін? Мен басқалардың парақшасын жүргізуге, басқалардың блогер болуына көмектесем. Администратор инстаграм деген, яғни мен қазір Айнұр ханым енді бір өзіне қиын ғой, кей кезде мысалы блогты жүргізуге уақыт керек, энергия керек, кеңесіп отыратын адам керек, сол дүние администратор инстаграм деп атайды, немесе блогердің көмекшісі деп атайды. Екіншіден, бизнес парақшаларды жүргізуге. Бизнес парақша дегеніміз не? Мысалы, Қатипаштың дүкені бар, Қатипаш баяғыда 90-шы жылдары бизнесті бастаған, ол Алматыдан товарды арқалап алып келеді, бутикте тұрады, сатады, мысалы, алып келеді, немесе далада тұрады, шығыста тұрады да сатады. Яғни тұрақты клиенттері бар, соған әбден үйренген, ол инстаграмда вообще мүлде білмейді, шаруасы жоқ, оның қолда тимейді. Оның 3-4 точкасы бар. Колхозный да бар, Астанада бар, там, допустим, мен Ақтөбенің тілімен айтып жатырмын, бірнеше базарда точкасы бар, оның мүлде мүмкіндігі жоқ, физически үлгермейді. Немесе біздерде, мысалы, Айнұр ханым бутик ашты, бірақ біздер оның инстаграмын біз жүргізіп жатқан жоқпыз, SMM маман жүргізіп жатыр, біз не істемейміз, біз ол үлгермейміз. Барып, оны салып, күнделікті жауап беріп отыруға физически үлгермейміз. Сондықтан біз оған SMM маман алдық. SMM маман не істейді? Барады, товарларды әдемілеп суретке түсіреді. Өзі модельді тауып келіп, фотосессия ұйымдастырады. Жаңа модель дегенде модельді қайдан табады? Модель деген келіншектермен келісіп, сен, пожалуйста, бір күн 2 сағат уақытыңды бөліп, біздің халаттарды киіп суретке түсші деп келіп, сол келіншектермен суретке модель қылып, суретке түсіреді, оны әдемілеп парақшаға салады, астына ценасын жазады, күнделікті сторис түсіріп жатады. Так, біздерде мына халаттарға скидка, мына халаттар жаңадан келіп жатыр, мынандай тауар Түркиядан келіп жатыр, мына тауар Қытайдан келіп жатыр деп не істейді? Мынау бағасы мындай деп күнделікті сторис салып отырады, күнделікті пост салып отырады. Пост дегеніміз, яғни тауарларды салып отырады, новинкілер, мынау скидка деген сияқты. Бағасын жазып, жауап беріп отырады дайректке, Міне, осы жұмысты жасайтын кім? SMM. Қазір барлық бизнес, даже сол Қатипаш баяғы ешқандай инстаграмның шаруасы жоқ. Бұрын ойлайды, мен өзім клиенттерім бар, айналайын, өзім сатам деуші еді. Қазір уже бәрі біледі. Ол Қатипаштың клиенттері анау тракторшының махаббатына Айнұрға кетіп барады. Почему? Потому что ол күнде Қатипаштың клиенттері инстаграмда отырады. Инстаграмда Айнұрдың бутик ашқанын біледі, ол жерде скидка болып жатқанын біледі. Ол Қатипашта скидка болып жатса да білмейді ғой, ол күнделікті Қатипашқа барып жүрген жоқ. Бірақ күнделікті Айнұрды көреді де айтады, оқты, мынаған бару керек екен. Яғни ол автоматически не істейді? Инстаграм бар парақшаға ауысып кету мүмкін. Бұрынғы клиенттердің өзі, сондықтан да міне инстаграмның мүмкіндігі мол деп жатқаным сол. SMM мамандар маған күнделікті хабарласады. Мысалы, маған SMM керек еді, маған жақсы SMM маман керек еді, маған жақсы SMM маман керек еді деп көп жазады. Мен барынша өзімнің SMM-де оқыған қыздардың марафонның номерлерін беремін, қыздардың SMM-нің. Кей кезде, мысалы, адамды таппай жатырмыз SMM жүргізуге. Сондықтан да осы саланы қызығып, суретке түсіріп, жақсылап үйренсеңіз, қолыңыздағы табақтай телефонмен ақша таба аласыз да, SMM саласын біліп алып. Оның ешқандай қиындығы, бір ерекшелігі жоқ. Біреулер умудренно, замудренно қылып, неше түрлі керемет қылып, жаңағы қиындатып айтады, бірақ қиын емес. Любой нәрсені үйренуге болады. Сосын қазір продюсер дейміз, продюсер деген кім? Продюсер деген ол көбіне инфобизнеске қатысты ұғым. Енді ең мысалы
қыздар SMM болған кезде ең ерекшеліктері мындай, мындай SMM болудың қандай ерекшеліктері бар? Мысалы, сіз бір стоматологияның парақшасын жүргіземіз деп алдыңыз, стоматология, мысалы, Гүлнұр Денталды алдыңыз сіз, менің парақшамды алдыңыз. Енді SMM неден бастау керек? SMM сол, мысалы, Ақтөбеде ма Гүлнұр Дентал? Ақтөбе стоматология деп іздейді. Ақтөбедегі барлық стоматологияның парақшаларын не істеп шығады? Зерттеп шығады. Кімнің парақшасында қанша оқырман, кімнің парақшасында қаншама лайк бар, суреттерінде, посттарында қаншама комментарий бар, кімдікі активный, неге активный, ол не түсіріп жатыр, ол клиенттердің отзывтарын түсіріп жатыр ма, ол жақсы пайдалы посттар жазып жатыр ма? Яғни не дейді? Изучение конкурентов дейді. Любой SMM, любой саланы сізге предлагать еткен кезде, істейсіз, сол саладағы парақшаларды іздеп шығасыз. Содан кейін ең үздік парақшаның моделін аласыз да, сол модель бойынша парақшаны жүргізе бастайсыз. Яғни, любой бизнесте, мен бизнесті жасаған кезде менде мындай ой болатын да, бұрында. Ең бірінші бизнеске келген кезде мындай ой болды да маған. Елде жоқ нәрсені жасау керек деген. Елде жоқ нәрсені жасау керек деген. Жоқ, қыздар. Елде жоқ нәрсені жасамау керек. Наоборот, бар нәрсені, үздік нәрсені, пайда болып жатқан нәрсені қайталау керек. Просто надо взять и повторить. Себебі неге жоқ нәрсені жасамау керек? Жоқ нәрсені жасау үшін өте үлкен күш керек. Жоқ нәрсені жасар алдында ойлану керек. Так, бұл сала неге жоқ? Неужели ни один умный человек сол нәрсеге не додумался? Ну, конечно, біреудің ойына келді ғой міндетті түрде. Просто ол не істеді? Неудачно шықты. Немесе просто оған востребованность болған жоқ. Мысалы да, қажеттілік жоқ ол нәрсеге. Сол нәрсені ойлау керек. Сондықтан да елде жоқ ерекше парақша жүргізем деп басыңызды қатырмаңыз, мен сізге сразу айтам. Қиындатпаңыз. Ең күшті үздік жүріп жатқан парақшаларды алыңыз, соны кішкене креативпен өзіңізге келістіріп күшті қылып жасап үйреніңіз. Міне SMM болудың ерекшелігі осында. Так, ары қарай кеттік. Прекратить публикацию. Сейчас прекращаем. И енді ең жынды табыс көзі бар, бұл инфобизнес деп аталады. Инстаграмда инфобизнестен табыс жоқ. Инфобизнесте біреулер айтады, не сатамыз дейді? Инфобизнесте білім сатасыз. Инфобизнесте тәжірибе сатасыз. Инфобизнесте личный бренд деген сатасыз. Мысалы, ойланыңыз, сізге адамдар не туралы көп көмек сұрайды сізден, Мысалы, менің өзімнен, біріншіден бұрында бала тәрбиесі туралы көп сұрайтын. Себебі мен бала тәрбиеледім, 10 баланы бақтым, мысалы, оларды тәрбиеледім, өсірдім. Сол кезде менен бала тәрбиесі туралы көп сұрайтын. Бала қалай бағасыз, қалай оны тәрбиелейсіз, балаларыңыз күшті, қалай үлгересіз деп, осындай сұрақтар болатын. Бала тәрбиесіне қатысты. Яғни, мен балалар психологиясын зерттеп бастадым. Яғни, маған осы туралы сұрақтар. Мен осы салада эксперт бола аламын өзім. Екіншіден, Инстаграмды дамытуға, Инстаграм саласында. Үшінші, ақша тақырыбын зерттеп жатырмын, ақша. Осы үш салада мен эксперт бола аламын. Сіз қай салада эксперт бола аласыз? Мысалы, сіз күшті бауырсақ пісіретін шығарсыз, күшті тамақ пісіретін шығарсыз, білмеймін, сіз енді бір жаңағы не істейтін шығарсыз, білмеймін, енді күшті спортсмен шығарсыз, спорт туралы күшті айтатын шығарсыз, мотиватор шығарсыз, мотивацияны күшті беретін шығарсыз, немесе күшті бизнесмен шығарсыз, бизнес туралы жақсы айтатын шығарсыз. Өзіңізден қалай адамдар не туралы, мысалы, может быть, сіз хейр-стилист шығарсыз, шаш туралы күшті айтатын, сұлулық туралы күшті айтатын шығарсыз, әдемі киінгенді ұнататын шығарсыз, шопинг жасағанды ұнататын шығарсыз,
қай жерде ненің арзан екенін күшті айтатын шығарсыз. Мысалы, сондай да блог жүргізуге болады, эксперт болуға болады сол салада да. Мысалы, қай жерден арзан, но стильно киінуге болады деген сияқты. Жас қыздарға арналған, келіншектерге арналған блог жүргізуге болады да, оның да өзінің кругы бар, өзінің ақшасы бар жүргізетін. Қай салада эксперт бола аласыз, сол салада біліміңізді чуть-чуть дамытыңыз. Білімге ақша салыңыз да. Мысалы, сіз торт сатасыз ба, тек тортты пісіріп, шаршайсыз. Бір күні выгорание болады да сізден. Торт пісіруден шаршап кетесіз. Күнде, мысалы, мейлі қазір 5 торт пісіресіз, 2 күн пісіресіз, 2 жыл пісіресіз, 3-ші жыл уже шаршайсыз, қайталанып бітетін. Сол кезде, мысалы да, сіз жайлап инфобизнеске, сол пісірудің жолын видеоға түсіріп, инстаграмға салып, мысалы, бар ғой солай тортпен де инфобизнес жасап, мастер-класс, МК-лар өткізіп, онлайн мастер-класстар өткізіп, яғни сізде выгорание болмайды сол кезде. Бір нәрсемен айналыса бермейсіз. Мысалы, сіз күшті тәрбиеші шығарсыз, мысалы, мұғалім шығарсыз, өзіңіздің тәжірибеңізді сатыңыз, сабақтарыңызды сатыңыз, әдістемелік құралыңызды сатыңыз, жаңағы ТЖБ, БЖБ-ға дейін де сатуға болады. Мысалы, қаншама жас мамандар бар, соны жасай алмай отырған, қаншама жас мамандар бар, даже оқушыларды өзіне қарата алмай отырған, қаншама оқушылар бар, жас мамандар бар, ата-анамен сөйлесе алмай отырған. Осының бәрін әдемілеп, мұғалім болсаңыз, упаковать етіңіз, ата-анамен сөйлесу әдісі, мысалы, оқушылармен тәрбиелік жұмыстар, өзіңіздің сабағыңыз бойынша любой нені бүйтіп упаковать етіп, әдемілеп сатуға болады да. Қай салада өзіңіз жақсы білесіз, соны инфобизнеске айналдырып сата аласыз. Енді кеттік, енді мен сізге бір күшті практический сабақ беремін. Так, кетпейміз, қыздар, сабақтың қызығы әлі алда. Қыздар, бүгінгі сабағымыздың тағы бір маңызды сабағы бұл профиль деп аталады. Профиль деп аталады. Профиль. Міне, профиль, Профиль дегеніміз не? Профиль дегеніміз бұл сіздің инстаграм парақшаңызды ашып қалған кездегі бет әлпетіңіз, Мысалы, көпшілігімізде қазір өте күшті практикалық сабақ болады. Осында отырған қыздар, сразу давайте парақшаларыңызды ретке келтіріп алыңыздар. Себебі мен қазір инстаграм туралы білім алдым деп бетіміз шардара болып отырсақ, өзімізге ол дұрыс емес. Давайте өзіміздің осы жерде отырған 1 сағаттық білімімізді пайдаланып, өзіміздің парақшамызды сразу ретке келтіріп алайық. Себебі мен марафоннан өтіп, менен білім алған қыздардың парақшалары шардара болып тұрғанын, или жаманақ болып тұрғанын мен қаламаймын. Сондықтан да давайте парақшаларымызды ашып, редактировать етіп, статистиканы көре алатындай бизнес парақшаға ауысып, аты жөнімізді дұрыстап жазып алайық. Включать етейін, комментарийді кішкене кері байланыс болсын. Сабақ қалай, ұнап жатыр ма? Сабақ ұнап жатыр ма? Қырқынан шығару Ақтөбе, рахмет. Күшті дейді, рахмет, ауылдың берекесі. Менің қолдаушым, менің сабағымды қалдырмайтын осы Нұржекен ханымнан бәріңіздің ауылдың берекесі парақшасынан үлгі алыңыздаршы. Қандай еңбекпен жасап жатыр парақшасын. Менікі зың болып тұрма дейді. Сенікі жақсы, копирайтер 04. Ақтөбенің копирайтер екенін көрініп тұр. Марта Хабал, күшті, молодец, активно жүргізіп жүр. Асемгүл Талимбаева ұнады дейді. Санду логопед керемет, күшті дейді, супер. Логопедті де күшті онлайн сабақ өткізуге болады сізге де. Мөлдір, мысалы, қандай салада жұмыс жасайсыздар, жазып кетсеңіздер, мысалы да, мен сіздерге сразу айтып кетейін, қандай инфобизнес түрін таңдауға болатынын, мысалы да, бір сөзбен. Егер қызық болса, жазыңыздар өзіңіз салаңызды. Машалла, бизнес бастадым дейді копирайтер 04. Алла берекетін берсін. Official Қыдырбек, керемет. Алиша Бесенова, сәлеметсіз бе дейді.
Так, мынау енді Инстаграмның әліппесі қыздар, бірден айтып кетейін. Мынау тәрбиеші дейді, музыкант хореограф жұмысым дейді. Мысалы, тәрбиешілерге өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісуге болады. Егер сізге осы сала ұнайтын болса, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Біздің Қазақстанда қаншама тәрбиешілер бар, тәрбиешілердің чатынан бастап жарнамалаңыз өзіңіздің парақшаңызды. Олар ары қарай бір-біріне бізде бір күшті тәрбиеші бар, бүйтеді, сөйтеді деп, ерекше әдіс тәсілдеріңізді, баламен жұмыс тәсілдерін бәрін салып отыруымыз керек. Медбике дейді. Медбике мысалы ПП-лар өткізуге болады, медбикелерге денсаулыққа қатысты онлайн марафондар өткізуге болады. Медбикелерге енді өте көп дұрыс тамақтану, тағы қандай именно медбикелерге массаж курстарын өткізуге болады, мысалы да, үйреніп неше түрін. Музыкант хореограф жұмысым, ал Инстаграмда 40-нан шығаруы дейді. Негізі музыкант хореограф болып онлайн хореографияға да үйрету өте керемет. Мысалы, менің уақытым жоқ, баруға, биге барғым келіп жүр, бірақ мүлде уақыт жоқ. Үйде болса мен түнде билер едім, мысалы, или таңертең тұрғанда билер едім. Кешкі 7-те мен үшін хореографияға бару кішкене қиындау болып жүр. Мысалы, неге шығармасқа сондай? Жұмыссызбын дейді. Өзіңіздің бағытыңызды анықтаңыз, ұнайтын затыңызды жазыңыз. Ойындарды, соған инфо-бизнес ашқым келеді дейді. Қандай ойындар? Мысалы, тәрбиешімін дедіңіз ғой, мысалы, ерекше ойындар дейдіңіз, сол ойындарды, мысалы, сіз тәрбиешілердің арасында сата аласыз, әдістемеңізді өзіңіздің сата аласыз. YouTube канал ашып, соған салып жүрген сабағымды керемет, медбикемін, саламатсыз ба дейді. Енді YouTube каналыңызды Instagram арқылы жарнамалауға болады. Саламатсыз ба, қалайсыз дейді. Сәлем, жұмыс денсаулығыма байланысты дейді. Алла шипасын берсін. Балабақшада балалармен ойындарды дейді. Дұрыс, керемет. Қайтарымсыз грантқа консультация берем дейді. Керемет. Мысалы, кәсіпкер өзі қайтарымсыз грантқа осыны керемет информация. Қалай бизнес бастауға болады, Әсемгүл ханым? Қалай оны жүргізуге болады? Қандай қиындықтар кездесуі мүмкін? Қандай риск керек? Соның бәрін жазыңыз. Вот, көп сұрайды дейді. Ендеше, Алиса ханым, давайте қолға алыңыз соны. Сіздің тәрбиешілер арасында көп. 2,5 миллион грантқа консультация берем, молодец, күшті. Мысалы, осыны рекламаға шығарыңыз. Сіз енді парақшаңызды сол туралы посттар жазып, дайын болған кезде, наурызда балабақшаның тігілген үлгілерінде сторис түсірдім, бауырсақ ертегісінен бастап 50 түрлі тамақтың түрін жасап қойды. Керемет екен дейді. Машалла, керемет екен ауылдың бағышы. Көрдіңіз ба, балабақшаның адамдарында мен балықпен қоса киім сатып жатырмын. Қандай күшті киім сатамын дейді. Гүлзат бутик күшті. Менімен жұмыс жасағысы келетіндер жазсын дейді. Пост жаза алмасаңыздар, міне копирайтер 04-ке жазыңыз. Базарбаевна жарайсың дейді. Рахмет жаным. Так, кеттік. Енді профильдеріңізді давайте жинап дұрыстап алайық. Менің марафондарыма қатысқан қыздар бірден біледі. Мысалы, Оразбаева Жарылқасын, аты жөніңізді бірге жазып қойғансыз. Оқылу өте қиын және есте сақтау қиын екен. Фамилияңыз бен атыңызды бөлек жазыңыз. Мысалы, Гүлнұр Базарбай. Сіздер, мысалы, любой нәрсеге ат қойған кезде, мысалы, Раушан Кубегенова тоже бөлек давайте жазыңыз аты жөніңізді. Оқу, жалпы блогерлікті, бизнес парақшаны бастаған кезде сіздің парақшаңыздың аты коротко, ясно, точно, запоминающийся болу керек қой. Бір блогер қызға консультация беріп едім, қазір сол қыз жібереді дейді. Машалла, керемет клиент дейді. Міне, уже Инстаграммен жұмыс кетті деген сөз. Күшті қандай. Енді қыздар, парақшамызды реттейік. Парақшаның атауына үлкен мән беріңіздер қыздар. Есте қаларлықтай әдемі қысқа нұсқа болғаны дұрыс. Егер аты жөніңізбен атайтын болсаңыз өзіңіздің парақшаңызды ешқандай жұртқа түсініксіз 0784 05 деген сияқты атаулар, жаңағы өзіңіздің туған жылыңызды, балаңыздың туған жылын жазып қоюдың қажеті жоқ. Ол сіздің есіңізде сақтауды қатты қиындатады. Аты жөніңізді, пожалуйста, бөліп жазыңыз.
Гүлнұр Базарбай, мысалы мен Гүлнұр Базарбай деп қосып жазып қойсам, ол да сізге жаңағы оқылуға қиын, есіңізге сақтауға қиын болушы еді. Гүлнұр Базарбай қызы, Базарбаевна, Базарбаева деп жазған жоқ, мен жайлап әкемнің атын жай ғана тіркеп қойдым, Гүлнұр Базарбай деп. Мысалы, біздер тракторшының махаббаты дедік, сол сияқты, давайте қыздар, аты жөндеріңізден бастап дұрыстаңыздар. Сосын авадағы суреттеріңіз көзге түсетіндей, көзіңіз көрініп тұратындай, ашық, жарқын болған жақсы, понятно, ясно, точно. Сосын абадағы суретті көп өзгерте бермеген дұрыс. Мысалы, менің стористерімде осы сурет шығып тұрады. Көбіне мені жұрттар осы сурет арқылы қабылдайды, бетімді, жүзімді, Сондықтан да мен бұл суретті енді бірнеше жылдан бері ауыстырған жоқпын. Осы қалай SMM эксперттікті бастадым, осы суреттер солай тұр. Яғни бұл менің личный брендинг сияқты, оның бәрі әсер етеді қыздар. Сосын мына жерге жазып қойыңыз, Инстаграмнан ақша табуды үйретемін деп жазып қойдым. Сіз өзіңіздің нишаңызды жазып қоясыз. Астына ерекше сөздер жазуға тырысыңыз, Мысалы, аяулы жар, бақытты ана деген жазуға болады. Әрине ол керемет қой, енді оған сөз жоқ. Бірақ енді ол өте анандай банально дейміз ғой, банально естіледі. Сондықтан да ерекше болуға тырысыңыз. Мысалы, енді бір ерекше айқайлап тұратын нәрсе болса, сізді есіңізде сақтайды. Мысалы, мен жазып қоямын ғой, 10 баланың анасы деп жазып қоямын. Бәрі ойлайды, мынау жап-жас қыз қалай 10 баланың анасы деген сияқты, суретіне қарап. Немесе Инстаграмнан ақша табуды үйретемін деген адам профильді ашып қалған кезде, қыздар, оқырман 3 минуттың ішінде шешім қабылдайды. Мына парақшаға жазылайын ба, жоқ жазылмайын ба деп, Мысалы, Төлегеновна 79 деген қыз тіркеліп жатыр, Немесе Сандуғаш 1224 дейді, Мысалы, сол парақшаны, мысалы, 1224, Сандуғаш 1224, 1224 деген не ол? Төлегенова 79, наверное, 79 жылғы шығарсыз, ол лишний информация бермейді. Мысалы, тек қана регионның аттарын 04, мысалы, Ақтөбе екенін білдіретін регионның аттарын пайдалануға болады. Енді сіз қай жақтан екеніңіз, стоматология 04 десеңіз, Ақтөбенің стоматологиясы екен ғой деген ой қалыптасады. Бірақ одан басқа сандарды орынсыз қолдану, былай дұрыс есте сақталмайды. Мысалы, Нұршат 96-70 деген не саны ол деген сияқты ғой, түсінікті ма? Сондықтан да осындай парақшаларды ретке келтіріңіздер. Аты жөніңізден бастап. Гүлбану Сариева 83, мысалы, 83-ті алып тастауға тырысыңыз. Сариева Гүлбану Сариева, немесе Гүлбану, мысалы, Марат қызы деген сияқты. 95-05 деген сияқты сандарды лучше алып тастаған дұрыс. Шығыстық келін, енді сіздікі нормальны. Парақшаңызда атауы да жақсы, аваңызды да жақсы көріп тұрмын, жүзіңізді. Күшті, керемет, есте сақталатындай сурет екен, аваңызда да анық қанық. Қыздар, осы ережені сақтап, Баку Руслан дейді, рахмет. Парақшаларымызды давайте қыздар реттеп алайық, яғни сабақ алғанымызды білдіріп, осы парақшаны жасау, осы парақшаны реттеудің өзі қыздар ақша тұрады. Сондықтан да жақсылап үйреніп алып, осы салада да эксперт болып ақша таба аласыздар. Енді қараңыздар, мына жерде қалай ретке келтіреміз? Редактировать профиль дегенге басамыз да, профилімізді реттейміз. Сол жерде атауымызды, аты жөнімізді, не туралы екендігін бәрін реттейміз. Егер сіз киім сататын болсаңыз, мысалы, Гүлнұр Базарбай қызы дегеннің орнына сіз, мысалы, одежда Ақтөбе деп жазып қоясыз. Себебі жұрттар поисктен уже киім алатын болса, Гүлнұр Базарбай деп іздемейді ғой, олар киім алатын болса, одежда Ақтөбе деп іздейді. Сіз продукцияңыздың атын жазып қоясыз. Аты жөні деген жерге продукцияның атын жазған кезде сіз поисктен оңай таба аласыз. Егер сіз бизнес парақша жүргізетін болсаңыз, солай жазып қойыңыз. Одежда Ақтөбе, мужская одежда Ақтөбе, мужская одежда, женская одежда Ақтөбе, детская одежда Ақтөбе, немесе стоматология Ақтөбе деп жазыңыздар. Мысалы, қазір кез келген нәрсені біз Инстаграмнан іздейміз. Так,
профильге байланысты, түсінікті ма? Содан кейін қыздар қазір есімізге сақтап аламыз, или болмаса повторить етіп қараймыз, осы эфирді. Настройкиге кіреміз. Настройкиге кіреміз да, аккаунт дегенді басамыз, аккаунтқа кіреміз да, профессиональный аккаунт, немесе блогерлік аккаунт, блогерский, немесе авторский аккаунт дейді. Әрбір обновленный инстаграмда әртүрлі тұрады. Сол неге ауысамыз? Ол не үшін керек, перейти на профессиональный аккаунт деп тұрады. Немесе на авторский аккаунт. Неге керек ол бізге? Ол бізге мына статистика деген батырманың жазуын қарау үшін. Бакор Руслан дейді, медицина дейді. Медицина, сіз қай медицинамен айналысасыз? Мысалда, медиктерге өте үлкен инфобизнеспен айналысуға болады. Күшті түсіндіріп отыр екенсіз дейді. Рахмет. Медицина парақшамды дұрыс пайдалануға болады ма? Сонда әрине болады. Медицина саласында үлкен блог жасауға болады. Мысалы, медицинаге біздерге, мысалы, медициналық сауаттылық қатты жетіспейді. Осы салада бізге халықтың көзін ашатын, халыққа дұрыс консультация жасайтын, жақсы сауатты парақшалар жетіспейді. Халыққа салауатты өмір салтын түсіндіретін, дұрыс тамақтануды түсіндіретін, қазақша кәдімгідей көп біздерде Ресейден материалдарды алады да, көбіне Ресейдің мысалы тағамдарын әкеліп бізге жаңағы тығып қояды да. Оның Ресейдің өмір салты да, мысалы қазы-қарта жеп қалған маған ұнамайды да. Сол менің қазы-қартаммен дұрыс тамақтанудың жолын үйретсеңіздерші, мысалы, ол менің генімде бар нәрсе ғой. Менің ата-бабам жеп келатқан құрт маймен да. Енді білмеймін, енді қазір біз қазақтар не жеп жүрміз? Хотя бы солмен. Енді бәріміз қазы-қарта жеп жүргеніміз тағы жоқ қой. Бірақ дегенмен енді ет жемейтін қазақ жоқ. Сондай бір өзіміздің тағамдарымызбен кәдімгі жейтін, Вот медбикелік парақшаңызды күшті қылып жүргізіңіз. Өзіңіздің пайдалы жағыңыздан. Мысалы, консультацияны даже қалай алу керек екенін білмейтін әйелдеріміз де бар. Мысалы, өзімізде кей кезде қай врачқа барамыз, қай жеріміз ауырғанда білмейміз, мысалы да. Әйтеуір кезекте күтіп, анаяқта отырып, мынаяқта отырып жүреміз, солай уақыт жоғалтып, Қандай аурулар, қандай белгілер болған кезде қандай дәрігерге жүгіну керек, соның бәрін айтпақшы, дәрігер жазбалары деген менің туған сіңілім жүргізетін парақшалар, жазылып алсаңыздар болады. Қалай дәрігерлер парақша жүргізуге болады? Пожалуйста, күшті пример. Бала денсаулығына, ана денсаулығына байланысты любой терапевттік кеңестерді сол парақшадан алуға болады да. Мысалы, пайдалы ма? Пайдалы. Пайдалы болуға тырысу керек. Пайдалы болған кезде халық сізді өзі таратады. Пайдалы ақпарат берген кезде халық сізді өзі таратады. Мысалы, менің парақшамды қаншама оқырмандар Гүлнұр Базарбайда сабақ болады деп таратты ғой, пайдалы болған үшін. Сол сияқты сізді де сіз пайдалы болған кезде күшті тарататын болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңызға болады. Соңына дейін қарағандар молодец. Сақтап қоюға тырысамын сабақты, себебі көп адам сұрады. Мүмкін бірінші бүгін Рамазан болғандықтан ауызашарда жүргендер болатын шығар. Тамаша, бір шама түсініп отырған сияқтымын дейді. Өте қуаныштымын. Пікірлеріңіз болса айтып кетсеңіздер. Ұнады ма сізге сабақ? Бірдеңе ала алдыңыз ба? Арасында сақтап қойыңызшы, арасында кірдім дейді. Хорошо. Жанат ханым, қалайсыз? Сақтап қоямын. Сәлем, сыныптас. Төремұрат, қалайсың, амансың ба? Әр сабақты түсінікті түсіндіресіз дейді. Рахмет. Гүлнұр ханым, күшті, сәттілік дейді. Түсінікті дейді. Мен. Рахмет, күшті дейді. Рахмет дейді. Жақсы, Жанат, жақсы. Қалай жүріп жатыр ма бәрі? Нұрбек, рахмет, Алла разы болсын дейді. Рахмет, сізге де Алла разы болсын.
сақтап қойсаңыз дұрыс болар еді, қызым үйренсе деймін дейді. Жақсы, сақтап қойайын. Жақсы. Сұрақ бар ма? Бүгінгі Инстаграм бойынша табыс табудың қандай да бір жерлерін мен түсіндірмей тыңдаудан жалықпаймын дейді. Рахмет, Алла риза болсын. Айнұр ханымның күнделігі жайында сұрайын дегенмін дейді. Айта беріңіз. Аха. Айнұр ханымның күнделігін алайын деп едіңіз, әлі алып бедіңіз. Так. Әсел. Жеке кездесу керек маған. Өсе алмай жүрмін дейді. Блогпен жұмыс жасаңыз. Ақбөбек блогпен жұмыс жасаймыз. Значит, сізде может быть блог бар шығар. Алайын дегем дейді. Осы номерде менің WhatsApp-ым бар. WhatsApp-қа жаза қойыңыз, мен берем сізге күнделік. Гүлнұр ханым, мен сізден вау деген сөзіңізді қолданып жүрмін дейді. Ради Бога, қолдана беріңіз. Жалпы не ғой? Қуанам мен, сіз қолдансаңыз. 2 парақша, біріншісі бірінен бала шаға суреттер бар, бірақ подписчик 1200 жаңа парақша, адам жоқ дейді. Сол 1200 парақшаны дұрыстасаңызшы, бола берсін. Бала шағадан басталады ғой бәрі. Ары қарай әдемілеп жалғастырыңыз. Архивировать етіп сақтап қойыңыз. Вау, эфир болды. Рахмет, Алла риза болсын дейді. Менің достарымның ішіне кіріп іздесеңіз, дәрігер жазбалары деп шығады. Сол парақшаға тіркеліп алыңыздар, дәрігер жазбалары деп шығады. Өте қызықты парақша. Қарап шығуыңызға болады. Өте қуаныштымын, қыздар. Эфир ұнады деп ойлаймын. Осы мен аяқтайын. Ровно 1 сағат 20 минут отырыппыз. Ертеңгі сабақ бұдан да күшті болады, қыздар. Ертеңгі сабақта бәріміз ақша жинауды, ақша табуды сызбаларымен қосып үйренетін боламыз. Ертеңгі сабақ вау болады бұдан да. Күтемін баршаңызды. Ертеңгі сабақта да активны болайық. Менің тапсырмаларымды орындайық. Профессиональный аккаунтқа өтейік. 10 дүниені жазып, өзіміздің нишамызды табайық. Сторис түсірейік. Блог па, әлде SMM ба, бағытымызды анықтайық, ізденейік, өсейік, ақша табайық, қыздар. Давайте. Қайырлы түн. Алла түн тыныштығын берсін. О, керемет дейді. Рахмет, қыздар. Давайте. Амандықпен.